Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Ғалым Тұрсынбаев журналистермен өткен баспасөз мәслихатында 2016 жылдың бірінші жартыжылдығын қорытындылап, ведомствоның атқарылған жұмыстар жайын айтып берді. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызмет жөніндегі жаңа заң қабылданған болатын. Бұл мемлекеттік қызметкерлерді ашық конкурс арқылы қабылдауға бағытталған. Ғалым Тұрсынбаев аталмыш конкурстардың барлығында бақылаушылардың отырғандығын атап өтті. Если по общим конкурсам сказать, жалпы конкурс бойынша 468 бос орынға конкурс жарияланды. Қазіргі таңда 379 аяқталды. 260 адам жұмысқа қабылданды. Мемлекеттік қызметке тек конкурстық негізде алынады. Сонымен қатар жұмыс өтілі де маңызды, және ол міндетті түрде төменгі сатыдан бастайды. Ғалым Тұрсынбаев әділет жөніндегі кеңестің жұмысына да басты назар аударды. Жыл басынан бері 5 отырыс өткізілген. Департамент басшысы кеңестің басты мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. Бұл салада қауіп-қатерді азайту болып табылатынын тілге тиек етті. на сегодняшний день на государственной службе Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық жасағандар мемлекеттік қызметте кездесіп жүр. Бірақ басшылары ешқандай жұмыс жасамауда. Олар сот шешіміне байланысты әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Болды деп ойлайды. Бұл олай емес. Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзғандарды жұмыстан босату қажет. Ғалым Тұрсынбаевтың сөзінше, үнемі мемлекеттік сатып алуды бақылау бойынша халыққа қызмет көрсетудің сапасына сараптама жасалып тұратынын айтты. Кездесу барысында журналистер қызықтырған сұрақтарына жауап алды. Соның бірі бұқаралық ақпарат құралдары мен мемлекеттік органдар арасындағы қарым-қатынас жайы. государственные органы, то есть гражданские государства, Мемлекеттік органдар бұқаралық ақпарат құралдарының ресми хатына 3 күн ішінде жауап беруі қажет. Олар толық әрі түсінікті жауап жіберулері қажет. Ондай болмаған жағдайда біздің департаментке жүгініңіздер. Департамент басшысы халықпен қарым-қатынас жасаудың жаңа түрі онлайн қабылдау және скайп бағдарламасы арқылы араласу жайында айтып берді. Онлайн қабылдау әр бейсенбі сайын департамент басшысы Ғалым Тұрсынбаевтың қатысуымен өтеді.